Өзгелерді кешіру ең сүйкімсіз кезең. Кешіруді уақыт өте емес, өкпең өзгелерге бәрібір болғанда үйренесің. Біреудің саған жасаған жамандығы белгілі бір ұнамсыз кезеңді басыңнан кешіруге себеп болады. Сол кезде бойыңда жағымсыз, ауыр сезім пайда болып, артынша күтпеген келеңсіз сезіммен аралас жан айқай шығады. Тек саған жасалған жамандықтар ғана мұндай жағымсыз әсер бермейді. Тіпті өміріңдегі түйткілді мәселелер, ұмыта алмаған реніш, өкпең секілді ойыңды бұзатын барлық дүние осындай жағымсыз шақты бастан өткізеді. Ұмыта алмай ішіңде жиналған ренішіңнен, өкпеңнен арылудың ең абзал жолы ол кешірімді болу, өміріңде болып жатқан жайттарға көну. Алайда кешірімді болуға өмірлік жайттарға көнуге, келісуге, құр шешім қабылдаумен шектеліп, әрекетке көшпеу сенің жан айқайыңды арттыра түседі. Кешірейін бе, әлде кешірмейін бе деп абдырай бастайсың. Психология ілімінде сезімнің құбылуы деп аталатын термин бар. Бұл термин сыртқы факторға жауап ретінде бір сезімнен екінші сезімге ауысуды білдіреді. Осы арқылы әуелгі сезім басылып, оның орнына жаңа сезім басады. Сезімдік құбылуға қатысты мысалдар күнделікті өмірімізде жиі қайталанып жатады. Мәселен, бала үйіне кешігуі мүмкін. Сонан соң анасы оған телефонмен қоңырау шалады. Бірақ бала анасының қоңырауына жауап бермейді. Сол сәтте ананың бойында баласына алаңдау, оған уайымдау сезімі оянады. Бала үйіне аман-есен оралса болды, ананың уайымдау, алаңдау сезімі әп-сәтте ашуға, жазғыруға, баласын жазалау сезіміне ауысады. Міне, бұл сезімдік құбылу деп аталады. Сезімнің басты 4 түрі бар. Бізден осы сезімдерді бақылай білу, оларды бұзып алудан сақтау және қадағалау талап етіледі. Бірінші, жақсы көру сезімі. Бұл адам баласының бойындағы ең жоғарғы сезім. Алайда бұл сезім бір тарапқа ғана байланған кезде бүлінеді. Жақсы көріп тұрсаң, өзгелерді құлай сүйетін адам қатарынансың ба, жоқ па деген сұрақ арқылы өзіңді тексер. Егер жақсы көргенде құлай сүйетіндерден болсаң, сол сезіміңді қадағалап, түзеп, жақсарту үшін бір қадам артқа шегінгенің жөн. Сезіміңді жарға жығатын емес, өрге көтеретін сезімдердің қатарында болуың керек. Екінші, жек көру сезімі. Бұл сезім барлық адамның бойынан көрініс табады. Жек көру сезімі мүлде болмайтын адам жоқ. Алайда адам жек көргенде шектен шығып, бұл сезімнің орынсыз көрсетсе, жек көру сезімі адам бойындағы өзінің негізгі қызметінен ауытқыған болады. Егер сен жек көргенде шектен шығатын мөлшерін білмейтін адамдар қатарынан болсаң, онда мұндай сезім сені түбінде тозаққа түсіретін есікке апарады. Нәтижесінде өмірің қиындап, өмірдің көркін жоғалтасың. Үшінші, ашу сезімі. Негізінде бұл сезім кейбір адамдар ойлағандай жағымсыз сезім емес, өйткені ашу бұрыс әрекетке қарсылық білдірудің жолы. Расында, ашу сенің мазаңды қашырған нәрсенің бәрін өзгерту үшін бойыңда пайда болатын күш. Алайда ашуды өз орнымен білдірсең ғана жөн болмақ. Ал егер ашуға бой алдырған кезіңде ессіздігің оянып кететін адамдардан болсаң, онда ашуыңды дұрыс бағытқа бұра біл. Осылайша ашуды пайдалы жағаққа бағыттай алатын көркем мінезді жанға айналасың. Төртінші, қорқыныш сезімі. Қорқу. Сенің сақтанғаныңды, есендікке жеткізер жолдарды іздегеніңді, қорыққан дүниелеріңе қарсы оң әрекеттерге баратыныңды білдіретін сезім. Егер сен шектен тыс қорқынышқа бой алдыратын адамдардан болсаң, онда өзіңді тексеріп ал. Осылайша қорқынышты көрінген дүниелер сенің жүйкеңді, күшіңді, соншалықты тауысуға тұрарлық па, жоқ па соған көзіңді жеткізесің. Қорқыныш сезімі сенің шабытың мен әрекетіңді тұсамауы керек. Әрі ешкімнің жүрегіне үрей салуына жол бермеуің ләзім.